Сәлем баршаңызға, каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Финдота сайтын сіздерге тегін үйрететін боламын, және де фишкалармен бөлісемін. Бүгінгі сабақта товар қолыңызға түскенше қалай тасымалданады, қанша төлейсіз, қалай алдыруға болады, және де тағы бір рет карго адресін енгізу туралы айтатын боламын. Жалпы карго дегеніміз ол сіздің товарыңызды Қытайдан тасымалдап беретін логистикалық компания. Кез келген каргомен жұмыс жасау үшін міндетті түрде ол жерден код алуыңыз қажет болады. Сол код арқылы карго адресі енгізіледі. Қандай да бір каргоны таңдамас бұрын отзывтарын қарап жеткізілу күнін барлығын танысып алғандарыңыз дұрыс. Жалпы қазір Қазақстанда жұмыс жасайтын карголар товарды 15-30 күн аралығында тасымалдайды. Орташа есеппен 20 күнде товарыңыз қолыңызға жеткізілетін болады. Товар Қытай складынан Қазақстанға жеткеннен кейін ары қарай сіздің елді мекенге түрлі жолдармен тасымалданады. Өзіңіз таңдауыңыз бойынша складқа барып алып кетуіңізге болады, немесе пойызбен алдыруға, камазбен алдыруға. Сондай-ақ қазпошта қызметін пайдалансаңыз болады. Товар алдыру құны ара қашықтыққа, товардың салмағына қарай әртүрлі болып келеді. Мысалы, Алматы Өскемен қаласын мысалға ала отыра айтатын болсам, КамАЗ үшін егерде көлемі кішірек товар болатын болса, төлем 700 теңгеден басталып 2000 теңге әр қалай болуы мүмкін. Бұл КамАЗбен алдыру жолы. Ал Алматы Өскемен пойыз арқылы алдырғанда товардың бір коробкасына 2000 теңгедей төленеді. Почта қызметінің өзінің тарифтері бар. Ол товардың салмағына байланысты. Егерде жарты килограммға жетпесе 857 теңге, 1 килограммға дейін 900 теңге. Солай өздерінің белгіленген тарифтері бойынша поштаға товардың салмағын өлшегеннен кейін төлем жасайтын боласыздар. Сонымен қатар товарыңыз өз қалаңызға жеткеннен кейін де карго қызметін пайдаланып курьер арқылы үйіңізге дейін алдырсаңыз болады. Мысал ретінде инэкспорт каргосын алатын болса, Алматы қаласындағы курьердің тарифі мынандай болып келеді. 50 грамм мен 1,5 килограмм арасындағы затқа 1000 теңге, 1,5 килограмм мен 3 килограмм 1700 теңге. Солай товардың салмағына қарай курьеріңіз үйіңізге дейін доставка жасап береді. Ал шағын қалаларда, мысалы Өскемен қаласында, қала ішіндегі курьер 1000 теңгеден бастап доставкасына алатын болады. Заказ берген кезде, егерде сынатын майысқыш зат алатын болсаңыздар, міндетті түрде ағаш қорапқа салдырып алыңыздар. Себебі товарыңыз бүлініп келген жағдайда карго жауап бермейді. Және де қандай да бір каргодан квоталар кезінде міндетті түрде тыйым салынған заттар туралы сұрап алыңыздар. Мысалы, инэкспорт каргосын алатын болсақ, бұл карго арқылы планшет, ұялы телефондар алдыруға болмайды. Сондай-ақ дәрі-дәрмек, әскери мақсаттағы зат, сұйықтық ұнтақтар алдыруға тыйым салынған. Өткен сабақтарда таныстырып өткендей, бізде жеке кабинетте сағат белгісі төлем жасалған товарымыз жинақталып жатыр дегенді білдіреді. Ары қарай Қытайдағы каргоның складына жіберілгеннен кейін ол товардың бүттігіне сол карго жауапты болып келеді. Мына жерде ашып қарасақ статусын, товар жинақталып жатыр. Ал бізде оның жанындағы грузовик белгісі товар жолда шекараға қарай жеткізілуде деген мағынаны білдіреді. Міне қарасаңыздар, бірнеше пункттерден жолдардан өтіп товар бізге Қазақстанға жеткізілетін болады. Әр товардың өзіне берілетін трек нөмірі болады. Мысалы, ең жоғарыда бізде тұрған цифрлар осы товардың трек нөмірі болып табылады. Сол арқылы каргоға келгеннен кейін өз товарыңызды іздеп тапсаңыздар болады. Инэкспорт каргосының қосымшасында Қазақстанға жеткізілген шекарадағы әрбір товардың трек нөмірлері жеке-жеке көрсетіліп тұрады. Осы терезенің ең астында бірінші тұрған ол логистикаға қатысты сұрақтарыңызды қойып қарауға болады. Ашамыз. Мысал ретінде алатын болсақ, екінші сұрақ бізде доставка адресін, яғни мекен жайын өзгертсем болады ма? Ашып қараймыз.
Бұл жердегі жауаптарды, сұрақтарды Google переводчикке салып аударып алсаңыздар болады. Өкінішке орай, товар отправлен, товар жөнелтілген. Егер де басқа адреске қайтадан алдырғыңыз келсе, продавецпен сөйлесіңіз. Яғни, сіз егер де каргоның адресін қате жазып қойсаңыз, онда товарыңыздың қайтарылуы екі талай. Сол үшін адресті жазған кезде өте мұқият болу керек. Жеке кабинетке өтетін болсақ, бізде ең үстіндегі соңғы белгі бұл складқа жеткізілген товарлар. Осы жерде доставка жасалған барлық товарлар тұр. Алайда шекарадан асқаннан кейін осы жерден товарлар жоғалып кетіп отырады. Оның барлығын көру үшін үстіндегі жазудың үстінен басамыз. Бұл жерде өздеріңіз қараған, жеткізілген товарлардың барлығы шығып тұрады. Мына жазудың үстінен басатын болсақ, бұл бізде жеткізілген товарлар. Алдыңғы сабақтарда мен сіздерге инэкспорт каргосы бойынша адрес енгізуді көрсеткен болатынмын. Енді бүгін басқа каргоның мысалында мекен-жай енгізетін боламыз. Ол үшін жеке кабинеттегі геолокация белгісіне кіреміз. Бұл жерден мендегі тіркелген барлық карголар шығып тұрады. Міндетті түрде заказ алмас бұрын қай карго арқылы алдырғыңыз келеді, сол каргоны таңдап птичка қоюды ұмытпаңыз. Әйтпесе, товарларыңыз жоғалып кетуі мүмкін. Жаңа адресті енгізу үшін ең астыңғы жазудың үстінен басамыз. Осындай терезе ашылады. Қазір мен Panda каргосының адресін көшіріп алатын боламын. Panda каргосы сенімді карголардың бірі. Товарларыңыз 14 күнде 20 күн орташа есеппен қолыңызға жететін болады. Бұл жердегі адресті, номерлерді, сіздің жеке кодыңыздың бәрін сол карго өздері береді. Соны көшіріп аламыз. Енді геолокацияға қайтадан өтетін болсақ, бізде жаңағы көшірілген адресті қоюымды сұрайды. Подтверждение жасаймыз, адресті қоямыз. Міне бізде барлығы дайын қойылды. Ең үстіне каргоның атауымен сіздің карго берген жеке код нөміріңіз жазылады. Каргоның атауын көшіріп аламын. Panda код нөмір. Мысалға бір код нөмірді жазатын боламын. Қойылды. Panda. Кез келген бір нөмірді жазайын. Әр клиенттің өзінің жеке берілген код нөмірі болады. Және ең соңғы 4-ші жазуға город деген жерге өздеріңіздің қаланың атауын жазу керек болады. Өскемен, жанына телефон нөмірлеріңіз жазылады. Сол арқылы товарларыңыз жеткен кезде карго сіздермен байланысатын болады. Міне менде барлығы дайын. Panda каргосының адресі қойылды. Сақтаймыз. Ең астында пайда болды. Осы жерге птичка қойып, осы каргоның адресін таңдадым. Сенімдірек болу үшін адресті енгізгеннен кейін сол карго менеджерлерінен тексертіп алсаңыздар болады.